Армысыздар, сәлем бердім баршаңызға. Аса қамқор ерекше менің де Алланың атымен бастайын. Бүгінгі сабағымыз Абай атамыздың 45 сөзінің 13-ші сөзі. 13-ші сөзі иман туралы. Жалпы енді қазіргі біздің заманымызды есімізге түсіретін болсақ, 2012 жылдары мен естіген осы әлемнің ақыр заманы келіп қалды деп бір шырақтар сатып алып сондай бір әңгіме болған. Енді қарасам осы ата жолының аталы жол болсын, ата жол болсын 20 жылдан аса дабыл қағып келе жатыр екен. Осы әлемдегі өзгерістерге байланысты біздің қазіргі сүріп атқан мезгіліміз қиямет мезгіл деп аталады екен. Қиямет қайым емес. Соның кішкене басын ашып алайық. Немен байланысты? Қиямет мезгілі ақ пен қараның теңеліп таразыға тартылатын, ал көп жерлерде жақсылық үстем құрып, дін тазасының жарыққа шығу мезгілі деп айтылады екен. Енді қиямет қайымның 7 мезгілі болса, пайғамбарымыз айтып кеткеннен кейін, сол 7 мезгілдің 5-еуі болып, 2-еуі қалған екен. Қазір біз сондай кезеңді өзіміз адамзат жақындатып алдық. Енді осы қиямет мезгілінде, мезгілі деген не? Қиямет қайым деген басқа. Қиямет қайым деген ол адамдардың күнәларының азабы келетін уақыт. Ал қиямет қайым деген ол бір мезгілден екінші мезгілге өту кезең екен. Ал енді осы 20 жылдан аса бері осы ата жолы осы кезеңнен қалай өтетінін кілті қазақта тұрғанын айтып келеді екен. Енді мен 2 жылдай осы ата жолындамын. Иман туралы осы мен бала кезімнен маған әкемнен бір өсиет, сондай бір естіген аманат па, өсиет па, сол осы иман туралы өте қатты ізденгенмін. Енді 1 жылдай осы ізденіспенен Абай атамыздың қара сөздерін оқығанда біз түсінбейміз ғой. Енді осы Абай атаның қара сөзінің сыры, насихаты, оны әлемде ешкім ашпаған. Осы біздің елде де, қазақ елімізде де аталарымыз бар 60 жыл осы зерттеген. 60 жыл зерттеген. Ал енді қазір осы кезеңде Абай атамыздың 45 сөзі, Абай атамыздың 45 сөзі ем шипа деп жатыр ғой. Енді Абай атамыздың сөзін қалай оқимыз? Оның қандай шарттары бар? Қандай қағиданы ұстанамыз? Ең бірінші соған тоқтала кетейін. Бізге енді берілген кілт, оны ағайда күнделікті айтып жатыр. Осы қазақ елінде тұрып, оны әлемде ешкім білмейді. Сол үшін Абай атамыздың 45 сөзінің 13-ші сөзінен бүгін бастамақпыз. Енді Абай атамыздың 45 сөзі ем шипа деп жатырмыз, бірақ бұны біз қалай оқимыз, қалай құпиясын білеміз? Өзіміздің тілде, әдеби тілде, оны Құран арқылы оқу арқылы біледі екенбіз. Қалипа Алтай атамыздың аудармасы, бар, Құран қатым, қазақша мағына және түсінігі деген кітап. Ал енді бұл Құран кітапты оқу үшін өзінің шарты бар. Құран кітаппенен емделуге болады. Сондықтан Құран кітапты біз Уақиға сүресі бар, 56-шы Уақиға сүресі, 77-ші және 79-ші сүресінде айтылған. Ол ұлы Құран, оны таптаза болып оқыңдар деген. Енді Ыбырай Алтынсариннің келбалары оқылық, ықылас пен көңілге оқығанды тоқылық деп неге айтқан? Ең бірінші біз ықылас білдіруіміз керек екен. Ықылас деген не? Осы ықылас туралы Құранда аяттар бар. Ықылассыз деген. Сондықтан біз Құранды, Абай атамыздың 45 сөзін оқу үшін ең бірінші бізде дәрет болу керек, толық дәрет. Және кейін аузымызда біздің калимамыз болу керек, ойымызда Алла болу керек.
ықыластан кейін ниет етеміз. Ал ниет еткеннен кейін бізде дәретті ұстау үшін толық киім болу керек. Ер адамда мәсі, бас киім, үстінде шапан, әйел адамда кимешек, ақжаулық, мәсі, шапан, сондай киімменен біз дәретті толық ұстап жүріп барып қана оқығанда біздің Құранды да, Абай атамыздың 45 сөзін оқығанда да ол бізге шипа, әрі біздің санамызды ашады екен. Сондықтан біз осы шартты орындауымыз керек. Неге десеңіз, біздің ойлау қабілетімізді арттырады. Өйткені бізде денеміздегі иісті жағуымыз керек. Біздің қазақ халқы соны білген. Баяғыда мен енді әкемнің үстінде де 7-ге дейін киім болған, шешемнің үстінде бір 3-ге дейін киім болған. Сонда ол кісілер Яссауи бабамыздың ілімімен сонда жеткен, өмір сүрген екен, осы бір 50 жыл бұрын. Ал біз енді қазір неге біз жаңағы қиямет қайымды еске түсіріп кеттім? Өйткені біз осындай жоғалтып алған нәрселердің арқасында қиямет мезгілі бізге жетті. Сол мезгілде өмір сүріп жатырмыз. Енді біз осы қағидалармен ата жолын 20 жылдан бері айтып келе жатқан жаңағы күнде дабыл қағатын жағдай қазір бізде. Өйткені дәлел күнде әлемде неше түрлі апаттар болып отыр, бұрын болмаған апаттар. Сондай апаттар болып жатыр. Енді мен қазір оқып өтейін. Пайғамбарымыз ондай жалпы дінге келетін 7 қиямет мезгілін атаған. Соның енді екеуі қалыпты. Біреуі күн батыстан шықпайынша, егер күн батыстан шықса, оны адамдар көріп, барлығы иманға келеді екен. Бірақ ол бұрыннан иман келтірмеген немесе сенімі бойынша бір қайыр істемеген біреудің иманы пайда бермейтін кез. 2103 өсиеті пайғамбарымыздың. Тағы қалғаны, ол орталарында байлық артпайынша, сонда адамдардың асып тасқан соншалық мал дүние иесі садақасын алатын адам іздейтін болады. Ол садақасын ұсынғанда, ұсынылған адамы мен оған мұқтаж емеспін деп айтады екен. Міне осы екі кезеңі мезгілінің белгісі ғана қалды. Сондықтан біз қазір осы Құран оқу арқылы біз ықылас білдіріп, ниет етіп, тап-таза Құранды оқу арқылы біз бойымызға ем шипа және ойлау қабілетімізді арттырып, біздің санамыз ашылады екен. Ал енді талайлардың осы арманы болған, біздің ағайдың өзі де армандаған, Тоқберген ағай, осы Абай атамыздың 45 сөзін халқымыз осылай оқыса екен. Осы ата жолы қарапайым қағидалар бізге оны әдет қылатын, дәретпен жүріп, киіммен жүріп, толық біз есімізді жағып, жұпар есті болып қазақ халқы солай жүрген. Соны сөйтіп жүріп, біз Құран арқылы Құран оқып, ем шипа аламыз, санамызды ашамыз. Және Абай атамыздың 45 сөзін, неге 45 сөзін аша алмады елдер? 90 осы біздің Шәкәрім атамыздан кейін талай ғалымдар да бар, осы зерттеп жатқан, оның бәрі құпиясы неге ашылмаған? Өйткені Абай атамыз 45 сөзін Құранның сөздік мәніменен, сандық мәніменен, әр аяттың мәніменен жазған. Мысалы, осы 10-ші сүре, 13-ші сөз, сүресі 13. Және өзінің жұбымен жазған, жұбы 31-ші сүре, 31-ші аят. Және 12-ші сөзінде, 31-ші сөзде, 38-ші сөзде иман туралы айтылады. Әр өзінің сөзінде құпия бар. Сол үшін Абай атамыз, сопы әулие атамыз, ұлы Абай әр сөзінде құпиясын ашқан, насихаттаған. Бізге бұны әрине Құран оқығанда, неге Қалипа Алтай атамыздың Құранын оқимыз? Өйткені әдеби тілмен Құран оқығанда адам кішкене қиналып, салмақ салып, ойға салмақ салынып оқылу керек. Сол кезде бізге ол шипа, ем шипа және санамызды ашады екен. Сондықтан көп тісі батпаған аударуға, осы біздің Қалипа Алтай атамыздың Құраны арқылы, қазақша түсінігі мен мағынасы арқылы бүкіл әлем өз тілдеріне аударып, осы Құраннан ем шипа және олардың саналары ашылады. Енді
13-ші сөзді талдаймыз, не құпиясы бар. 13-ші сөз: иман деген Алла Табарака ва Тағаланың шәріксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына ва әртүрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арқылы жіберген жарлығына білдіргеніне мойын ұсынып иланбақ. Иман деген Алла Табарака ва Тағала деп тұр. Құдайды енді ең бірінші біз қазақ халқы сөз ұғымын жоғалтып алғанбыз. Сондықтан ең бірінші сөз ұғымы туралы айтып кетеміз осында. Құдайды Құранда жалпы ұғыммен Алла Тағала деп атайды. Алла Тағала ұғымы жаратылыс періштелерінің ең жоғарғы сатысы. Адам болмысының кемелдік шыны, барлық жанаттық сипатының көрінісі. Ал Раббымыз жаратушының негізгі нұры болып, баршылық, жақсылық, қуат нұры, жарық одан пайда болады. Қарапайым түсінікпен жаратушы Алла өзінің қуатын Тәңірді сөз қылып жаратып, ал сөзден ақылды, яғни нұрды жаратқан. Көркем сөзден киелі рухтан пайда болған нұр Құдай. Құдай дегеніміз киелі рух, таза ақыл, пісірілмеген сүттің ішіндегі көрінбейтін май сияқты. Ал Тәңіріміз бір ақ сүт. Тәңірдің ішінде түнек те бәрі де бар. Жаратылыс ақтан пайда болып, нұрға түрленіп, бастапқы нұрға қосылып отырады. Ал нұрдың ішінде түнек болмайды. Құдайдан адамды, одан барып адам атамызды екі сипаттан жаратқан. Сондықтан әр пенденің ішінде өзінде екі сипат болып, ақырында құдайлық сипат жеңіп, негізі ақыл нұрға қосылып отыру керек. Құдайдың құдіреті түнекте пайда болып, күнәні өлтіріп, рухтың өсіп өнімін қамтамасыз етеді. Сондықтан әр адамзаттың өзінде бір Құдайдың да, Тәңірлік те сипаттары бар. Әркім әуелі өз құдайлық қасиетін біліп меңгеріп, өнер арқылы жетілдіріп, көркем мінезге ие болып, Құдайдың нұрына бөленіп, кемел адамға айналады. Ал енді сондықтан әр адамзаттың өзінде бір Құдайдың тәңірлікте сипаты бар. Әркім әуелі өз құдайлық қасиетін біліп деген не? Демек, әр адамның денесі, өрістік сипаты, айнадағыдай көрінісі, яғни шірімейтін ұрығы, көрінбейтін қасиеттік бейнесі, әруағы бар деген сөз. Алланың нұры жаусын, Алла күш қуат берсін деп айтпаймыз ба? Міне, сөздің иман деген Алла Табарака ва Тағала деп айтыпты ғой. Осы сөздің ұғымы. Ал енді әр қарай қасиетін біліп, тәңірлік қуаттың еңбек арқылы, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Осының енді бұл жерде басқа 45 сөзінде де осы талданады. Әрине бұл жерде енді кішкене айтып кетсек, бұл тән қалауына байланысты, жан қалауына байланысты еңбектер бар. Адал еңбек істесе, өзіміздің салт дәстүрімізге ұстасақ, осы тәңірлік қуат еңбек біз меңгерсек, біздің бұл құлшылығымыз болады екен. Ал өнер арқылы жетілдіріп, бұл жерде енді 8 түрлі бір қырыл деп айтады ғой, өнерді үйренде жирен деп. Енді ол сөздің астарының барлығы ғылым ғой, қанша ол кітап болып жазылады. Осы өнер арқылы жетілдіріп, көркем мінезге ие болып, көркем мінез, жақсы мінез, әдепті қылық, көркем сөз, ана тіліне байланысты, әдет ғұрпымызға байланысты, бұл біздің ғибадатымыз болып табылады екен. Құдайдың нұрына бөленіп, кемел адамға айналады. Осы сөздің ұғымы. Ал енді сөздің ұғымын айттық. Енді әрі қарай біз сөздің мағынасын талдаймыз. Сөздің мағынасы. Сөздің мағынасы бірінші тіл мағынасы. Тіл мағынасы енді әркім тілмен айтып растайды ғой. Яғни Алла Тағаланың серіксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына әркім биленетін, көрінетін, білінетін бірліктерінің барлығына және біздерге әртүрлі пайғамбарлары арқылы жіберген жарлықтары мен хикмет істер нұсқауларына мойын ұсынып иланбақ. Тіл арқылы, яғни куәлік береміз. Бір Құдайдан бөтен Құдай жоқ, және куәлік беремін, Мұхаммед оның құлы әрі һәм елшісі екендігіне деп шариғаттың растаған иманды көңілмен растауды айтады. Көңілмен растайды. Және ақыл ойы да растығына босаңдық танытпай, хикмет белгілерін, ақ-қарасын ажыратып,
тануға жараса, бұл да анық кәміл иман болып табылады. Бұндай иман тұтушылар Құдай тағаланың қасында зор мәртебелі адамдар қатарына қосылады. Демек, ғылымы бар, даналығы бар, ақиқат иман туралы сөз. Ал енді екінші түрі берік шешім. Берік шешімді иман деп атауға болатын түрі бар. Құдай тағаланың барлығын, бірлігін, растығын дәлелмен түрлі сынақтары азап арқылы, ауру, қиындықтардан өтіп арқылы, ақылмен ойлап, мойынсыз айтады. Берік шешімді иман бұл. Яғни көк пен жер, ай менен күн, теңіздер, адамдар екі дүние ғажайып нәрсе өздігінен жаратылмайды ғой. Мұндай ақыл жетпейтін нәрселерді жаратушы бір теңдесі жоқ, жаратушы бір теңдесі жоқ ие болса керек деп, Алла тағаланың барлығын, өлім хақтығын, дүниелік тіршілік өткіншілігін түсініп, егер Құдай тағаланың екеу немесе үшеу емес екендігіне шәксіз сен осыған қарап құлшылық амалдарын қалыптастырса, бұны берік шешім деп атаймыз. Міне берік шешім. Ал енді үшінші иманның түрі, ол ақыл жұмыс істей алмай, бірақ ата-бабаларымыз ұстанып келе жатқан жолы осы дегендей, кітаптан оқып, молдалардың айтқанын естіп, және сол иман келтірген нәрсесіне берік болып, біреу өлтірем деп айтса да, қорқытса да, мың кісі түрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көңілі қозғалмастай берік болу керек. Мұндай иманды таклиди иман дейді. Еру. Бірінші иман шын, айқын, яқини деген. Мұндай иманды таклиди иман деп атайды. Мұндай иман жалпы надан халықтың, білімсіз адамдардың арасында болады. Өзі еш нәрсеге түсінбей, біреудің сөзіне, мысалына келіп, кейбір қасиетті адамдардың ісіне еліктеп, табынып, пір тұтып, оған қандай білім немесе кітап арқылы дәлел берілсе, ол өз ұстаған бетінен қайтпайтын адамдардың қатарынан болып табылады. Енді бірінші иманды біз ақиқатты иман дедік. Ғылымы бар. Екінші иманды біз шешімі бар иман дедік. Ал енді осы екеуіне де жатпайтын орта топты бар, пенделер бар. Ақиқат иманы бар деуге толық ғылымы жоқ, берік шешімі бар иманы бар деуге қорықпас жүрек, айнымас көңіл, беріктігі жоқ, я алдағанға, я азғырғанға, я бір дүниелік пайдаларға қарап, соңына еріп кете салатын ақты қараны ақ деп жазғыруға дайын тұратын өтірікті шын деп қабылдайтындар да халықтың көпшілігін осы топ құрайды. Бұл қатардағылар арасынан ғалымдар да, өнер, тілші, жазушы, үкімет, дін басқарушылары да кездесуі қалыпты жағдай. Бірақ осындай әлсіз, қауіп-қатерге толы иман болса, мұндай пенделерді Құдай тағала имансыз деп атамауды және мұсылмандар қатарынан болып табылатын ескерткен. Пайғамбарымыз мұндай заманнан келіп адамзаттың басым бөлігі осындай иманды ұстайтынын ескерткен. Менен кейінгі пенделерме кешке жағатын шам шырағы сияқты жанып тұратын шырақтар пайда болады. Міне сол дәуірде кісі күндіз момын, кешке кәпірге айналады. Кейбір қоғамдар өз діндерін дүниеге сататын болады. 692 өсиеті бойынша. Ал енді осы 13-ші сөздің құпия сыры қайда? Мысалы, ары қарай оқимыз. Енді бұл иман дерлік айтып кеттік қой. Енді Құдай тағала өз сақтасын, әрнешік білмек керек, жоғары жазылмыш екі түрлі басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай тағала кеңшілігінің кешет тағы демесін. Оның үшін Құдай тағала ғафуына яки пайғамбарымыздың шапағатына да сыймайды. Мүмкін емес. Қылыш үстінде серт жоқ деген, Құдай тағаланы кешпес күнәсі жоқ деген жалған нақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрсын. Былай оқыдық. Енді осындағы айтып тұрғанда Абай атамыз өзі айтып, өзі жауап берген осында. Мына жерде үшіншісі жасырылған үшінші түрін жаңа айтып өттік. Орта топтағы имансыз деп айтуға болмайтын, бірақ қандай жағдайда болатынын жаңа айтып кеттік. Ал енді осы жерде бұның сыры, осы 13-ші сөздің сыры қайда жасырылған? Бұл жерде
жан ғылымы да бар, бұл жерде діл білімі де бар, діл ғылымы да бар. Бұл жерде қорықпас жүрек, жеті атаға жалғану да бар. Айнымас көңіл дене мен жанның қосындысы да бар. Пайғамбарымыздың шапағатына сыймайды уақи бата бар. Бұны қайдан білеміз? Оның сыры, кілті осы Тоқберген ағай сандық белгіменен зікір өлеңдері арқылы ашқан. Сырының бәрі осында тұр. Біз мысалға жаңа оқыдық қой, бәрібір түсініксіз ғой бізге. Осының сыры, мысалға енді оның барлығын қанша ағай кітап жазған, қанша жазбасы бар, қанша кітапханасы, бөлек кітапханасы бар, оның барлығын біз айта алмаймыз ғой. Сондықтан осы жаңағы біздің қиямет кезеңіне байланысты неге біз қалеп қалтайтын Құранын оқимыз? Біз сол қиямет кезеңнен, бір кезеңнен екінші кезеңге, алтын ғасырға қалай өтеміз? Қалай біз оны апаттардың болмауына, осы қиямет қайымның қалған екі белгісі келмеуіне, деніміз сау болып, өзіміз аман болып, және де ұрпағымызға біз енді ата-ана азық тастау керек қой бізге. Ұрпағымыздың жағдайын біз қалай ойлаймыз? Осының кілті қайда? Осының кілті ағай 10 өзінің зікір өлеңімен айтқан екен. Осының ішінде текке жалғану да бар, жан ғылымы да бар, дін ғылымы да бар. Енді әруақ туралы айтып кетейік. Адам баласы өзін өзі басқару мүмкін емес. Бүкіл осы әлем ғұламалары сырттан келетін интеллект туралы ол қазақтың түсінігінде әруақ арқылы басқарылады деп айтып кеткен. Осының енді осы сөздің, әруақ сөзінің ғылымын біздің Әл-Фараби атамыз негіздеп кеткен екен. Мұндай тіршілік иесінің мұндай себепсіз болуының өзі ақылға сыйымсыз деп, адам баласының серігі иманының өте күрделі дүниені қамтитын тіршілік иесінің себепсіз, серіксіз болмайтынын ескертті. Бізге айтады ғой, иман жолдас болсын деген. Өлі риза болмай тірі байымас деген. Демек, біздің жолдасымыз, серігіміз бар. Әл-Фараби атамыздан қалған. Осындай біздің ғұлама, данышпан әулиелерімізбен әрине біз әлем алдында мақтануымыз керек. Бірақ осы енді Абай атамызды неміс ғалымдары, басқа да ұлттың ғалымдары аударған ғой. Сонда аударғанда олардың ешқандай көңіл толмаған. Мекентай Мырзахмет атамыз 60 жыл зерттеген Абайды. Басқа да Абай зерттеушілер көп. Қазір зерттеп жүрген кім? Жаңағы семинарлар өткізіп жүр ғой. Сол кісілердің осы арманы. Өйткені қазір құпиясын осы зікір өлеңдер арқылы ағай ашқан. Кілті осында тұр.